Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 129-шы сабақ. Дара және күрделі сан есім. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден құралады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы 10, 9, 100, 12-ші. 36-шы жаттығу. Екі бағандағы сан есімдерді салыстыр. Әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған? Олардың құрамына қарап өзің қорытынды жаса. Бірінші бағандағы сан есімдер 6, 7, 8. Бұлар бір сөзден құралған, яғни дара сан есім болып табылады. Екінші бағандағы сан есімдер 16, 27, 18. Бұлар екі сөзден құралған, сондықтан күрделі сан есім болып табылады. 37-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдердің астын сыз. 19 және 99 сан есімдер. Мақалдың мағынасын түсіндір. Білгенің 19 дегеніміз, ол біздің білгеніміз аз дегенді білдіріп тұр. Білмегенің 99 дегеніміз, әлі де біздің білмейтініміз көп дегенді айтып тұр. 38-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Атамекен байтақ екен, жерінде кен. Шығармашылық үзіліс. 39-ші жаттығу. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар серуенді кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Берілген үлгі бойынша өзің хабарлама жазып көр. Үлгі, хабарлама. Демалыс күндері тауға серуенге шығуға болмайды. Қар көшкіні жүру қаупі бар. Ауа райын зерттеу орталығынан. Хабарлама. Алдағы демалыс күндері қатты жел және жауын-шашын күтілуде. Мұндай ауа райында тауға және орманға шықпағаныңыз дұрыс. Ауа райын зерттеу орталығынан. Жарайсыңдар балалар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Каналға тіркеліп, поделиться батырмасын басуды ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңдар.